يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Qasiyetli ayetlerden bolgan sevapты dünyada ötken barcha mümin musulmanlarga Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna bağışladık. Ya Rabbena Allah Kerim elimizge amandık. Şehrimizge tınıştık, vatanımızga, halkımızga bereke birlik buyur. Kazakistan'ımızda, yelimizde, memleketimizde, aleminin aldın Katar elini aynaldıra gül. Allah Teala yerimizde, şehrimizde, vatanımızda türlü afatlardan, ot afatından, su afatından, zilzaladan, alazlıktan saktay gör. Allah Teala'mla kasiyette, aldığımızda keretken kasiyette kurban ayıttı Allah Teala. Halkımızga mübarek etip, tilegimizi beri gör. Allah Teala vatanım, şehrim, halkım, dinim deyip жүрген el basımızga, elden kamında жүрген asıl azamatlarımızga, tavfik ve gınayat, hemideyatı nasip ete gör. Rabbena atina fid dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmetike arhamar rahimin. Allahu ekber. Hakikatga arnau kabul alınız. Hürmetli de belgili günegesini ülgetken Assalamu aleyküm armısızda Muhammed Peygamber'in ümbetleri Jay kalgan urpağım benim Jasıl bağı dalamның dana göğe asıldarı Şerimbet babamızdan atındağı tur bükül жаңа meşit aşılgalı Babama bergen Allah danalık dey Jardimci kısılganға panağıp dey Öşeret kadar görgen Şerimbet deyip yesim elganız bop taralıp dey Söz облыс әкімі Қуандықов Болатбек Баянұлына берді. Баршаларыңызды мұсылман қауымның ұлық мерекесі Құрбан айттың қарсаңында пайдалануға беріліп отырған жаңа мешіт үйін ашылуымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Өңір тұрғындары көптен күткен бұл имандылық үйі аудан халқының және осы ауданның еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүрген жомарт жүректі азаматтардың демеушілігімен және игілік қорымен Возрождение қайырымдылық қорының қаржылай қолдауымен тәуелсіздігіміздің 20 жылдың қарсаңында бой көтеріп, елге халыққа есігін айқара ашып отыр. Сәулеті мен сымбаты келіскен жаңа мешіттің ашылуына еліміздің бас муфтиі Дербісәлі шейх Абсаттар Қажы Бағысбайұлы арнайы келіп қатысуда. Қадірлі меймандарымызға елбасымыз Алаштың анасына балаған қасиетті сыр еліне, Қорқыт баба жеріне хош келдіңіздер дейміз. Аймағымыздың ажарын арттырып, көркіне көрік қосуда. Елбасымыздың жүргізіп отырған сындары саясаты мен ерен еңбегінің нәтижесінде Қазақстан бүгінде бүкіл әлем үшін конфессияаралық келісімнің үлгісіне айналып отыр. Дінаралық келісім мен ұлтаралық татулықтың үйлесімін тауып, еліміздің бекем бірлігі мен әлемге үлгі болуы ол біздің тәуелсіздігіміздің арқасында. Қадірлі ағайын, қасиетті қармақшы жері, сөз зергері шешендердің, жыршы жыраулардың, еңбек майталмандары мен елім деген ерлердің құтты мекені Жәрімбет әулие есіммен аталып отыр. Мешіт құрылысы алдағы уақытта толықтай бітіп, айналасы толықтай абаттандырылып, өңірдің көркіне көрік қосатын көрінісі. Екі мемлекет басшылары екі жақты әріптестік негізінде ірі жобалар жасап, ғарыш кешені орналасқан қаланың өсіп өркендеуіне барынша жағдай жасауда. Между Казахстаном и Россией издревле и до сих пор мы являемся стратегическими партнерами во многих сферах и хорошими друзьями. И тому пример совместное использование космодрома Байконур. Сегодня я хотел бы выразить благодарность руководству города Байконур и его главе господину Александру Федоровичу Мезенцеву за содействие строительству новой мечети.
Я уверен, что и впредь мы сообща будем решать все вопросы, касающиеся интересов обоих сторон на благо жителей данного региона. Кадрлы ағайын, бүгінгі ашылып отырған мешіттің салынуына атсалысқан барлық азаматтарға зор алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Құрметті ағайын, мына енді мешіттің бүгін ашылуы, сондықтан осы мешіттің имамына мынау қасиетті Құранды табыс етуге рұқсат етіңіздер. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Baykonurluk bağırlar. Екі үлкен оқиғаның қарсаңында ашылғалы тұр. Біреуі 2-3 күннен кейін бүкіл әлемнің 2 миллиард мұсылмандары асыға күтіп отырған Құрбан айт мерекесінің қарсаңында болып отыр. Құрбан айт биыл 6 қарашада жексенбі күні тойланады. Екіншісі біз үшін, республика халқы үшін, біздің қазағымыз үшін, мұсылмандарымыз үшін үлкен оқиға. Бұл мемлекетіміздің, тәуелсіздігіміздің, дініміздің де тәуелсіздігінің. Бұл діннен артық дін жоқ бізде. Бұл дін бізге үлкен өркениет әкелген, ғылым, білімдер әкелген. Мінекей, айналайын Құдай осы елімізге амандық бере көр, жерімізге тыныштық бере көр деп отырамыз. Елімізді көркейте көр деп отырамыз. Ынтымақ бере көр, бірлік бере көр деп отырамыз. Мешіт Алла Тағалаға ғибадат жасайды. Құдай Тағаладан тілек тілейтін жер. Ендеше мешітке кірген сайын елімізге, отанымызға тілек тілеңіздер. Қазақстанның мүмкіншіліктері көп. Алла Тағала осы қазақ халқы бейшара көп жабыр көрген еді, көп тепкі көрген еді деп, міне біздің жеріміздің астына да үстіне де байлық үйіп төгіп берген екен. Сондықтан құрметті бар, тағы да осы мешітіміз құтты болсын дей отырып, мен де жаңа Дмитрий Анатольевич секілді патрака келдім. Бұна беріп отырған мәнісі бар бауырлар. Александр Федоровичқа, Мезенцевқа рахмет. Спасибо, дорогому Александру Федоровичу. Он помогает. Мне люди докладывают, пишут, говорят, что мы здесь живем в мире, согласии, помогаем друг другу. Даже в строении мечети. Большую помощь оказал Александр Федорович. Большое ему спасибо, нашему дорогому брату. Я вот написал благодарственное письмо. Хочу это вручить его заместителю. Позвольте в этот торжественный и значимый для всех байконурцев день сердечно приветствовать вас от имени главы администрации города Байконур Александра Федоровича Мезенцева. Он находится в Москве, и сегодня утром по телефону он поручил мне в вашем присутствии выразить уверенность в том, что с открытием мечети на священной земле Байконура будет продолжаться возрождение духовных ценностей, народных традиций. Старики и молодежь будут приходить в мечеть, чтобы очистить свою душу и вдохновиться на добрые дела. Исламда өсіп өркендеп жатыр, осының барлығы құтты болсын. Әулие деген халықтың сенімі, нанымы, арманы, идеалы деп қабылдаңыздар. Елімізде өсе береді, халқымызда өсе береді, халық бақытты болады, егемендігіміз баянды болады. Осы әулиелер бізді желеп жебейді, қолдап қолтықтайды. Мешіттеріңіз құтты болсын, бақытты болыңыздар. Еліміз жұртымыз аман болсын. Ниет тілегімізге жете берейік. Мына оңтүстік Қазақстан облысының барлық ыссы сәлемдерін алып келдім. Мына Мәкке Мәдинаның барып өтек, тұрмысына барып өтек, әр уақытта қолдап қуаттап жүре берсін, қызметі баянды болып, бары жақсылықтар бола берсін. Сырттан келген кісілер, асқа келген ағайындар, сол автобустарға жайғасыңыздар,